Қайырлы күн, құрметті білім алушылар. Бүгінгі сабақтың тақырыбы нәтиже сабақ. Оқу мақсаты проблемалық сұрақтарға тыңдалған мәтіннен деректер келтіре отырып, дәлелді жауап беру, өз жауабын өзгенің жауабымен салыстыру, талқылау. Әлеуметтік қоғамдық оқу еңбек тақырыптарына байланысты диалог, монолог, автор көзқарасымен көтерілген мәселені талдау. Тыңдалым тапсырмасын мұқият тыңдап, мазмұны бойынша сұрақтар құраңыз. Біз Қазақстанда, ежелгі қазақ жерінде өмір сүреміз. Қазақстан Еуразия кеңістігінің қақ ортасында орналасқан. Қонақжай қазақ жері бұл күнде 140-қа жуық ұлттар мен ұлыстардың 17 конфессияның басын қосып отыр. Екінші дүниежүзілік соғыс жылдары КСРО-ны мекендейтін көптеген ұлттар мен ұлыстар Қазақстанға күштеп жер аударылды. Қиын қыстау шақта қазақ халқы оларға көмек қолын созып, қамқорлық танытты. 1991 жылы өз тәуелсіздігін жариялап, дербестікке ие болған Қазақстан еліміздің тұңғыш президенті, ұлт көшбасшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың басшылығымен өркендеу жолына түсіп, әлемдік қауымдастық көшіне жылдам ілесті. 1995 жылы дүниеге келген Қазақстан халықтарының ассамблеясы рухани зияткерлік бағыттардың өміршең болуына ықпалдастық танытуда. Жаңа тарихи сананың қалыптасуына, оның өркендеу бағыттарын айқындауға және қазақстандық жаңа қоғам құру талаптарына сай келетін ортақ құндылықтар жүйесін орнықтыру жолында игілікті істер атқаруда. Бір шаңырақ астында тату-тәтті өмір сүріп жатқан ұлттар мен ұлыстар ортақ отанымыз Қазақстанның жарқын болашағы жолында бір кісідей жұмыла еңбек етуде. Қазақстан біздің ортақ шаңырағымыз. Оқылым тапсырмасы. Қыдыр қонған 4 деген мәтін берілген. Осы мәтінді оқисыздар, мәтіндегі тұрақты тіркестерді тауып, оларға анықтама бересіздер. Айтылым тапсырмасы. Мәтіндегі ақпараттар бойынша өз пікірлеріңізді дәлелдеп айтыңыздар. Ол үшін бірінші, менің ойымша, себебі мен оны былай түсіндіремін, мынадай дәлелдермен дәлелдей аламын, осыған байланысты мен мынадай шешімге келдім деп, өз пікірлеріңізді мәтін бойынша дәлелдеңіздер. Айтылым тапсырмасын орындап болсаңыздар, енді жазылым тапсырмасына кезек берейік. Үшінші тапсырма. Мәтіннен шылаулардың қандай қызмет атқарып тұрғанын түсіндіріңіздер. Құрметті оқушылар, бүгінгі алған білімдеріңіз бойынша кері байланыс жасауды ұмытпаңыздар. Ол үшін видеоның астында сілтеме берілген. Сол сілтемені басып, кері байланыс жасайсыздар. Сіздерге сәттілік, келесі сабақта жүздескенше сау болыңыздар.